30-ші мәрте сотта жауапқа тартылған «Адам бол» журналының редакторы Гүлжан Ерғалиева бұл жолы Иманғали мешіті имамның ар-ожданына тиді деп айыпталды. Казахстанский фронт сирийской войны мақаласында Ерсін Әміре шет елдегі хабашиттердің өкілі деген сөйлем істің сотқа жетуіне себеп болған. Ондай ақпаратты сенімді кісілерден алды деген редактор сот үкімімен мүлде келіспейді. Сотта іс жан-жақты қаралған жоқ. Шағымданушы бірден 5 миллион сұрады. Және ар-ожданына тиді деп бір ғана сөйлемді көрсеткен еді. Ал судья үкім оқылар кезде 5 себеп бойынша бізді айыпты деп тапты. Істі қарау кезінде бізге көптеген шектеулер қойды. Яғни мұнда сот имамды жеңдіруге ынталы болды деген сөз. Істі болған журналистің мақаласына филологиялық талдау жасаған әділ сөз бостандығын қорғау қоры сотта басылымның айыбы жоғын дәлелдемекші болған. Сондай-ақ екі жақты бейбіт келісімге шақырғанда айыптаушы ынталы болмапты. Қарапайым халықтың арасында сол әдет кәдімгідей дәстүрге айналған. Мәселен, маған тиіспе деген мағынада. Менің атымды еш жерде атама атайтын болсаң, тек қана мақтап қана ата. Ал сынама деген сияқты мағынада. Ал Қазақстан қажылары діни басқармасының төрағасы Бақтыбай қажы үш тараптың да ісінен әділдік көрмейді. Әрқайсысының көздеген мақсаты мен орындауы тиіс миссиясы болды деген тұжырымда. Таза діндар адам болатын болса, сотқа жүгінбейді. Аллаға салып қояды. Алладан тап дейді. Біреуді кінәлаған кезде тілдену жағын, сыпайылап айту жағын қарау керек. Сот деген қазір көрінген адамның, немесе билеуші топтың қолшақпарына айналды. Сотқа шағымданған Ерсін Әміремен байланысу мүмкін болмады. Ал осы мәселеге орай сот үкіміне риза екен және онда жеңген қаржыны қайда жұмсайтыны өз шаруасы екен бұған дейін айтқан еді. Ал айыппұлды төлеуге міндеттелген редакция алдағы уақытта қалалық сотқа апелляциялық шағым түсірмек. Гүлжанат Пірімбет, Серік Қаржабаев, Қазақ Ньюс, Алматыдан.